Директордың секретаршасы емес, директор болуға талпыну керек. I have ideas but no words дедім. Тұлға ретінде қалыптасып алғаннан кейін жар таңдасаң, сен өзіңе тұлға таңдайсың. Сен менің тілімді білуге міндетті емессің. Сенің идеяң маған құндырақ, сондықтан қате айтасың ба, қате идея деген жоқ та тіпті. Сондықтан сондай бір еркіндікке үйрет. Өзіңнің миындағы маған осы жетеді деген планканы сәл көтеру. Әлемде дейік, бүкіл инструменттер бар, тек қана қыздар өз майндсетін өзгерту керек дейді. Әйелдің жанын әйел ғана түсінген деп ойлаймын. Өзімнің өткенімді, қазіргі болашағымды сапарлап шығамын. Сен өткенді білесің, қазіргіні түсінесің, болашақты демек бағдарлай аласың. Баршаңызға қайырлы күн. Біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Подкастты жүргізетін мен Аралым Оралбек және бүгінгі подкастымыздың құрметті қонағы Бостон университетінің түлегі, фильммейкер, журналист, блогер Әлияшым. Подкастымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғаныңызға. Ой таста подкастының мақсаты бұл қазақ тілі жобаларды насихаттау арқылы қазақ тілі контентті дамыту және де біздің көрермендерімізге әртүрлі мамандармен сұхбат ала отырып оларға зерделеп ой тастау. Алғашқы сұрақ, сіздің өміріңіз шығармашылық пен білімге толы. Бостон университетінен білім алып келіңіз. Осы еркін жанды планерінің авторысыз. Осындай жобаларды жүзеге асыру барысында сіздің дамуыңызда Бостон университетінің рөлі қандай болды? Қандай сіздің бір ойыңызды өзгерткен бір оқиғалар, немесе бір кеңестер естіген шығарсыз? Рахмет сұрағыңызға, шақырғаныңызға. Бостон университеті, мен ойымша жай университет емес, шетелдік тәжірибе дейікші, ақш-тағы шетелдік тәжірибе. Өйткені ол жерде мен тек университеттің аясында емес, менің достарым болды көп, өзге елден келген, жапондық, қытайлық достар, неміс достарым маған қатты әсер айтты. Немістердің мынандай тәртібімен өте жинақылығы деген сияқты, және ақш-тың жалпы мәдени өте фундаментальный әсер етті деп ойлаймын. Өйткені мектепте бізде кішкене кеңестік тәрбие бар, кеңестік білім беру жүйесі. Мен өзім ауылда оқыдым, қарапайым мектепте оқыдым. Бәрібір ойыңды еркін айта алмау, мен өзім еркін адам болғанымен, өте үйдің еркесі болғанымен, бәрібір өзіңді бір сәл-пәл ақымақтау айтып қалам ба деген бір дүние бар. Бірдеңені дұрыс айтпасам қазір деген сияқты. Ең бірінші әсер еткені, мен келген бетте университетке бірінші курс магистратура, қазақ мен ғана ана жерде, мен бір қытайлықтардың жанына отырып аламын, түрлері ұқсайды ғой, сейчас мы как-то сөйлесеміз деп. Сосын сұрақ қояды профессор. Сұрақ қойғанда бүйтіп, кім айтады деп емес, ой тастай салады аудиторияға. Сол кезде адамдар өйстіп орнынан отырып айта береді. Маған ол сәл-пәл жаттығында мен деген сияқты қол көтеру. Одан бұрын есімде менің анау көкейім сайрап ататын. Өйткені мен журналистикада, ол магистратураға түспес бұрын журналистикада 5-6 жыл жұмыс істеген едіммін. Менің тәжірибем негізі көбірек болды басқа ол жерде группадағыларға қарағанда ТВ тәжірибем, телевизиялық. Оның айтқан дүниелері мен толық түсініп аттым және көкірегім сайрап тұрды. Айтпайын десем, менің табиғатым жатта, мен бірдеңе айтып қалуға тырысам. Айтайын десем, тілден қысыласың, бірдеңе бір дұрыс емес айтып қалам ба, қазір бірдеңе бір түрлі болып қалама деп. Бірақ тұрып есімде жаңа батылдық танытайын деп тұрып айтқаным бар. I have ideas but no words дедім. Идеям көп, бірақ сөзім жетпейді дедім. Сол кезде ол кісінің айтқаны, жаңа профессорды маған өмір бақи қалып қойды миыма. Сөз басты дүние емес, басты идея деді. Сен менің тілімді білуге міндетті емессің. Сенің идеяң маған құндырақ, сондықтан қате айтасың ба, қате идея деген жоқ та тіпті. Сондықтан сондай бір еркіндікке үйретті бірінші кезектен, абсолютті еркіндікке үйретті және сенің пікірін қабылданады бәрібір. Дұрыс емес деген пікір жоқ. Осыған үйретті. Сосын тағы бір дүние журналистикада өте терең білім берді. Кәсіби. Біз журналистиканы әдемі бет, телевидениеда сөйлеу, әдемі болып өтіру, қызыл сөз, әдемі сөйлеу деп түсінетін шеңберде ғана оқыдық. Біз ақш-та мен тек қана білім алған жоқпыз, бізде стажировкалар болды, америкалық ірі газеттерге бардық, олардың редакциясымен таныстық. Сол кезде мен редакцияларды көріп, ондағы менің одногруппницам сол Бостон Глобта жұмыс істеді. Бостон Глоб деген ақш-тағы ең беделді газеттердің бірі. Оның тәжірибесін сұрап, мен журналистиканың, кәсіби журналистиканың басқа зат екенін түсіндім. Сондықтан маған негізі фундаменталды білім және сдвиг парадигмы деп айтам, сондай бір бағыт берді. Содан кейін мен көзқарасымды өзгерді негізі журналистикаға. Жауабыңызға рахмет.
сосын қателеспесем деректі фильм туралы идеяны да сіз шетелден алып келген сияқтысыз. Иә, мен өйткені журналист боламын деп ойладым, бірақ бізде екінші семестрде, бірінші курста мен documentary filmmaking таңдадым, ойладым. Қызық да, потому что бродкастинг, магазин райтинг дегеннің барлығы маған қатты қызық болған жоқ. Бродкастингті мен білем, бродкастинг деген телевидениеда текст жазу, ЗКТ, жаңағы жүргізуші болу дегеннің барлығы 5 жыл тәжірибе өтіп тастаған, маған ол қызық болған жоқ. Магазин райтинг бұл деген жаңағы журналда жазу мақала. Мен ойладым, ол өте специфичный дүние, егер Американың нарығында жұмыс істесем, қызық болады шығар, бірақ Қазақстанда магазин райтинг деп онлайн журналистиканы таңдадым, мультимедиалық, жаңа медиа, нью медиа деген таңдадым. Сосын өте бір қызық, маған таныс емес, documentary filmmaking таңдадым. Мен ойлаймын, профессорымның да әсері болды ғой деп, өйткені менің күткенім басқаша, күткенімнен көбірек болды. Documentary filmmaking деген бұл тереңірек дүние. Бұл журналистика, ақпарат беру, зерттеу емес, документалка бұл өте терең, және бұл фундамент. Көркем фильмге фундамент. Және бұл ғылыммен тікелей байланысты терең зерттеуді талап етеді. Осылай біз документалканың тарихын зерттей бастадық, формаларын зерттей бастадық. Содан мен осыған қызығып, Қазақстанға келіп деректі фильм түсіруімнің бастауы Бостонда болды деп айта аламын. Сіздің бүкіл фильмдеріңізді былай толықтай көрдім деп айта аламын. Осы қоғамға қалай әсер етіп жатыр деп ойлайсыз? Мысалы, мен өз тарихымды тереңнен былай танып, өте қатты әсер етті маған. Форматы өте қатты ұнады маған. Сол форматы негізі біздің мақсатымыз сол болды. Өйткені сіз телевидениеда білмейсіз, біз жұмыс істеген кезде де документалка деген өте архаикалық формада андай бір ат шауып баратады деген сияқты жайлауда. Сол жаңағы 5 минут тұрады сол кадр деген сияқты. Андай өте бір, сосын бір ведущий шығады да, жаңағы жапырақтың ортасында тағы да бір 4 минут сөйлейді деген сияқты. Сондай бір поэтикалық, архаикалық деректі фильмдер көптігін. Ол ақшта да бар, ол форма ғой, бірақ біз жаңа формаларды, осы ақшта жаңа формалардың түрін үйреткенде, мен сосын Netflixтен Explained деген бұл бір документалканың қысқа түсіндірме түрі барын көрген кезде, және оның эффектісін көргенде бірден ұнаттым, және оны адаптациялауға тырыстым Қазақстанға. Қалай әсер етіп жатқанын білмеймін, шыны керек. Бірақ өте, менің ойымша, узкий круг сияқты дегенмен өздеріне, өйткені документалка көп адам үшін емес. Бірақ өзіме үлкен әсер қалдырып жатыр. Мен айтам, мен үнемі бірдеңе жасасам, бірінші көрерменім өзім негізі. Сондықтан өзіме үлкен әсер етіп жатыр. Егер одан біреу пайда тапса, біреу оны пайдалы көрсе, үшін супер. Жауабыңызға рахмет. Сіз жиі әйел адам бала тәрбиесімен қатар өзінің дамуын да бірге алып жүру керек деп айтасыз. Өзіңіз де соған үлгісіз. Сіздің ойыңызша әйел адамның жан-жақты дамуында негізгі қадамдар неден басталады? Білім және приоритетте өзіңнің дамуың қанша unpopular болса да, жаңағыдай сонша бір күйеуге шығып кетуге асықпау. Өйткені бұл білімді жинап, өзіңе не керек екенін түсінбей тұрып күйеуге шығып кету, бұл сені бәрібір шырмап алады. Бала шағаның, қызметтің бір несі. Күйеуге шығудан қорқып қажеті жоқ, бірақ бірінші адам тұлға ретінде қалыптасып алғаннан кейін жар таңдасаң, сен өзіңе тұлға таңдайсың, то есть партнер таңдайсың. Сондықтан мен қыздарға бірінші білім және өзін тұлғалығын тану, кім екенін түсіну, сосын міндетті түрде стеклянный потолокты сындыру. То есть үйде бәріміз сондай тәрбие көргенбіз деп ойлаймын. Саған сен жақсы күйеуге шықсаң, жақсы бір орналассаң болды деген бір потолок қойып берген бәрімізге. Сол потолокты адам сындыруға тырысу керек. Потолок деген жаңағы стереотип. Адамдардың кез келген мәдениетте өзінің потологы болады. Сондықтан осы стереотипті бұза білу ақшта маған көмектесті деп айта аламын. Бұл стереотипті бұзуға. Бұл дегеніміз басқа біреумен жарысу емес, бұл өзіңмен жарысу, және өзіңнің миындағы маған осы жетеді деген планканы сәл көтеру, өйткені потенциалы зор қыздар көп. Бұл вообще эра, дәуір, әйелдердің дәуірі деп есептеймін. Өйткені әйелдер өте жинақы, әйелдер өте түп тамырына барып жұмыс істейтін, өте детальный, байқасаңыз, мектепте де болсын, университетте болсын, Сондықтан осындай менеджментті талап ететін біз дәуірге келдік, әйелдердің дәуірі деп есептеймін. Сондықтан
тек қана майндсет өзгермей тұр бізде. Қазақстанда дейік, Қазақстанда ғана емес, әлемде дейік, бүкіл инструменттер бар, тек қана қыздар өз майндсетін өзгерту керек деп есептеймін. Ол үшін білім қажет. Жауабыңызға рахмет. Осы еркін жанды энциклопедия планеріне келсек, осы жылдың басынан бастап қолданып жүрмін. Бұл жоба әрине шынымен де рол модел бола алатын адамдардың біздің қазақтың тарихында болғанын көрсетеді. Осы неліктен қазақ әйелдерінің есімдері әдебиетте, тарихта неге ескерусіз, неге біз білмей келдік? Сіз осы зерттедіңіз, архивті ақтардыңыз, қандай бір ақпараттарға көз жеткіздіңіз? Біріншіден, бізде көп зат еркектермен жазылады, және оған ренжіпті керек жоқ. Ер азаматтар кейде, мен мектептерді көп аралаймын ғой, сол кезде мынау қабырғасында зиялы қауым, мынау Ахметтің бөлмесі, мынау Абайдың бөлмесі деп бөліп қояды. Сол кезде мен кез келген еркек басшы ғой, енді жүрген айтам, неге бірде-бір қыз жоқ мына қабырғада деп сұраймын да, таңғалып қалады да, ойланбаппыз дейді. Ойланбайды да, өйткені әйелдің жанын әйел ғана түсінген деп ойлаймын. Сондықтан бізде көп шешуші топ-менеджерлікте, ғылымда, осындай бір бастамаларда ер азаматтарды. Сондықтан әлем ер азаматтың көзімен құрылған. Әлем сол ер азаматтың көзімен құрылған. Өйткені сондықтан мен ойлаймын, қыздар топ-менеджерлікке келу керек. Жаңағындай бір директордың секретаршасы емес, директор болуға талпыну керек. Шешім шығаратын позицияларға келу керек. Шешім қабылдайтын позицияларға. Тарихта жоқ, әдебиетте жоқ деген тағы бір сол. Және екінші бір себеп, біз тарихымызды жақында ғана қаза бастаған шығармыз, еркектерді енді алып шығып жатырмыз, иә. Сондықтан бұған да уақыт келеді, бұны да тереңірек қазатын адамдар келеді, бірақ бастауы жаңағындай, мен айтам, өткенде Алаш институтында алаштықтар зерттеп жатыр ғой, бірде бір қырғын адам бар, бірде бір қыз жоқ, бір екі-ақ қыз бар. Екі қыздың да зерттеу объектісі екі қыз. Біреу Аққағаз Досжанованы алған, біреу бір қызды алған. Ал қалғанның бәрі еркек, олар. Сондықтан ғылымға да, осындай институттарға да әйел балалар керек. Сол кезде өзгереді деп ойлаймын. Жолыңызға рахмет. Мен сіздің инстаграмыңыздан көп көремін. Архивте, музейде жүресіз. Осы тарихи жәдігерлерді шынымен қолмен ұстаған сезім әрине бұл ерекше. Мен мысалы археологияда болдым. Археологияда бір экспедицияда шынымен де өз тарихыңды өз көзіңмен көріп оны ұстап көру басқандай сезім. Осы тарихи жәдігерлер сізге қандай бір сезімді оятады, мүмкін қандай бір ой салады? Бәрібір өз көзіңізбен көргенде басқандай сезім болады. Менің ойымша жалпы бізде музей, кез келген тарих болмаса да мәдениетке, өнерге қатысты дүниелер бағаланбайды. Біз бәрібір Луврға барғандай бармаймыз, Қастеев музейіне. Біз Мона Лизаны білеміз, бірақ қазақтың бейнелеу өнерінің 10 мықты туындысы десе айтып бере алмаймыз, саусағымыз толтырып. Әрі кетсе, бір-екі картинаны айтамыз да тоқтап қаламыз. Я болмаса, жаңағындай мүсіні, кез келген өнерге байланысты жәдігер болсын, бізде білім жоқ, ол мектептен басталады. Искусство, арт дегенді мектептен бастау керек, өйткені ол құндылық сол жерде, тереңдік сол жерде. Әдеби шығармалар. Сондықтан мен музейге барғанда, негізі бірінші кезекте музейлерді аралағанда жаным ашиды негізі, өйткені ол жақта ақша жоқ. Театрда да солай, ақша жоқ, жаңа технологияға интеграция жасауға мүмкіндік аз, және қазақтың төл өнерін көрсететін дүниелер аз. Көбінесе жаңағы Ван Гог, ол болмасын деген сөз емес, бірақ бізге сол сәндірек болып көрінеді. Не знаю, Клод Мане, тағы да тағы. Менің сезімім, мен өзімнің өткенімді, қазіргі болашағымды сапарлап шығам, және маған мұндай жерлерде жүру, қолмен ұстау, көру, тарихқа жақындау, бұл әлемді кеңірек көруге көмектеседі. То есть, орысша айтайын, орыс тілінде айтқанда, история циклична деп айтады. Все циклично. То есть, тарих қайталанады. Ол сол қалпында қайталанбаса да, паттерндар қайталанады. То есть, қандай да бір жаһандық өзгерістен кейін тағы да бір сондай паттерндар келеді. Байқасаңыз, егер тарихты толық білсең, сен бүйтіп зум-аут жасай аласың, то есть, наблюдатель, бақылаушы ретінде зум-аут жасай аласың да, сенде критикалық, аналитикалық ойлау пайда болады. Сондықтан тарих білу, өнерді білу, тану деген бұл тек қана фэнси история емес, мен деп жаңағы бір Луврда жүрмін деген сөз емес, бұл әлемді тереңірек түсіну,
мәдениет деген адам ғой, адамды түсіну, және тарихтың контекстінде сен прогресстерді түсінесің, әлем қайда бара жатқанын түсінесің. То есть бұл деген сен картинаның ішінде аяқ қолын ғана көріп тұрған жоқсың, сен толық пейзажды көріп тұра аласың. Өйткені сен өткенді білесің, қазіргіні түсінесің, болашақты демек бағдарлай аласың. Шамаңызға рахмет. Осы тағы да планер туралы маған өте қатты әсер еткен болатын. Ғани Жамал Дулатова, Назипа Құлжанова, Гүлсім Асфендиярова сынды тұлғалардың, мысалы, мына жерде цитаталары, олар туралы айтқан пікірлері айтылған ғой. Сіз тағы да бөліскенбіз, сіз суреттері жоқ бір тұлғаларды біз өзіміздің идеямыздан құрастырдық деп. Сіздің ойынша бұл тұлғалар тағы да сіз айтып сол тарихпен байланыстырып, тарихи өзгерістер әкелгенде бізге тағы қандай үлгі бола алады, қандай бағытқа жаңа бір ой тастай алады? Қараңыз, міне сіздің айтып отқан тұлға ғой, Ақжібек Мұқашева. Бұл ол кісінің түрі емес, бұл біздің қиялдан туған сурет. Тура солай бізде жазушы қыз бар. Ғани Жамал өзінің түрі. Ғани Жамал өзінің түрі Ақжібек Мұқашева. Сосын мен түрлерін көрдім. Енді мәселе неде? Суретсіз қоя салуға да болады ғой. Мәселе басқада, біз бұл әйелдердің барлығы өзінің киімі емес қой. Мысалы, мүмкін шараларда, Мамановалардың өзінің киімі шығар, бірақ біз барынша образды беруге тырыстық, образды. Және әр образда мен өзі біздің иллюстратор қызға айттым, сен образ бергенде еркіндікті қосу керексің. Көзіне, жанарына еркіндік қосу керексің. Мысалы, бізде мынандай сурет болды, бірінші кімді қосты? Кешірші, мен сенің неңді ақтарып жатырмын. Мынау Гүлсімді салды, осы сурет салғансын, көзі өте мягкий болып тұрды да. Мен Гүлсімнің енді тарихын білемін ғой, мен айтам, оның көзі мұндай өте жұмсақ болуы мүмкін емес. Өткірле деп сөйтіп отырамыз. Мына Сақыпжамал Тілеубай қызы да негізі ойдан құрастырылған, бұл бұның түрі емес. Екі ақ қыз, Ақжібек, Сақыпжамал алғашқы журналистердің бірі. Сақыпжамалдың сол кезде мысалы Айқапқа жазған сөзі ғой мынау, шариғат бұйырғынша ер бала мен қыз бала тең болуы тиіс дейді. Ер баланы артық көріп, тәрбие қылсын да, қыз баланы кем көріп, тәрбие қылмасын деген шариғатта бар ма дейді. Қыз баланы кемге тұтыну жахиттік белгісі емес пе деп жаңа еркектерге жазады ғой. Бұл деген өткірлік қой. Ондайды қарапайым, өте жаңағыдай момын қыз ондай әңгіме жазбайды. Сондықтан мен көзқарасына да өткірлік қос, үстіне де өткірлік қос деп сондай бір айтып отырдым. Өте жұмсақ, жаңағыдай жібектей қыздар бар, мысалы біз оны да ескердік. Мысалы, менің ойымша міне Елизавета Сәдуақасованың образы сондай болған сияқты. Біз кішкене романтикалық образдар, бір поэтикалық образдар қостық. Сара Көшербаева да сондай. Сондықтан, білмеймін, мен әрқыз туралы отырып алып айта аламын. Патшайым Тәжібаева негізі, енді біз осылай келтірдік, жас кезін түрі өзгешелеу, геолог. Жаңағы Қаныш Сәтбаевтың ізін жалғаушы, тек қана Қазақстанда емес, күллі орталық Азияда қырғыздар, өзбектердің арасында, қазақтың арасынан шыққан тұңғыш геология ғылымдарының докторы. Бір суреті бар, Лондонның мэрімен тілдесіп тұрған, жаңағы Лондонның мэрімен барып тілдесіп тұрған өте әлемдік деңгейдегі ғалым болған қыздар ғой. И біз осының Халида Маманованы мысалы футболкамен салдық. Халида Маманова деген танымал Мамановтар әулетінен шыққан қыз. Маманов деген өте бай, қазақ жерінде көп мектеп салған Мамановтар әулетінен шыққан соңғы тұяғының бірі. Футболкада мысалы қарасаңыз, мен айтам, әйел баласын футболкамен елестетпейді шығар, бірақ мен сал, неге салмайсың? Сал деген сияқты біз Хадиша Бөкееваға да сондай бір образ беруге тырыстық, және ол образ тек қана оның атқарған ісі емес, оның мінезінен көрініс табу керек. Оның қазақ әйелдеріне тұлғалықты беретіндей, мынау кім Ақжібек деп қоймадым, кім Алма Оразбаева, мысалы, болмаса Аққағаз Досжанова тіпті өте мінезді қыз, мысалы. Біз оған ойландық, қалай суреттей аламыз Аққағазды деп, жанарын қалай суреттей аламыз деген сияқты өте мінезді әйелдер. Сондықтан біздегі мақсат бұл әйелдердің есімдерімен ғана таныстыру, кітап қылып шығаруға болатын еді. Әрқайсының өмір баянын баяндап, көп адам соны айтты, неге кітап қылмадың деп. Бірақ бірінші кезекте мен жай фамилиясымен таныстырғым келді. Бұндай адамдар бар деген. Сосын олардың цитаталарын бергім келді. Және олардың барлығын байланыстыратын бір зат бұл еңбек
қажырлы еңбек пен білім. Қайсының тағдырын алып қарасаң да, бұл ағысқа кері жүзген қыздар негізі. Өйткені ағыстың бәрі осылай кетіп бара жатыр. Күйеуге шығу, үйту, бүйту, бірақ олар менің қалауым басқа деп ағысқа қарсы шығып, қарсы жүзген қыздар, бұларды сындырмай, ағыс сындырмай алып шыққан зат бұл еңбек, жігер және мінез. Сондықтан біз соны беруге тырыстық. Сондықтан біз бұны жоспар дәптері қылдық. Кез келген қыз жоспар дәптерін алғанда өзінің ерік жігерін, осы қыздардың цитатасын оқи отырып, ерік жігерлене отырып, өз өмірін жоспарлау керек. Сен өз өміріңді жоспарламасаң, сенің өміріңді біреу жоспарлайды. Сен біреудің қызметінде кетесің. Әйел ғана емес, кез келген адам. Сондықтан адам өз өмірін жоспарлау деп сөйтіп алдық, және еркін жанды дегеніміз өзінің тағдырын өзі жазатын еркін адам деген сөз. Мен бірден алғаннан бастап барлығының пікірлерін, цитаталарын барлығын толықтай оқып шықтым да, содан басталды да мен жазған өз ойларымды жазу. Сіздің сабақтарыңыздан кейін мысалы адамда қаншама ойлар болады, оны жинақтап жазу керек. Шынымен де басында айтылды ғой, рол модел бізде болмады деп сіз өзіңіз айттыңыз. Шошақай деп сол көп сөз айтатын, маған Тыштақай дейтін. Сосын олардың еркіндігін көру, оларды қазір де тарих есімде сақтау, бұл біздің міндетіміз. Иә, мен де солай ойлаймын. Келесі сұрақ, жас ұрпақ осы өз жолын табуда қандай әрекеттер жасау керек? Сіз өзіңіз жеке сабақ өткіздіңіз ғой, көбінің бір байқаған қандай, не байқадыңыз бәрі сұрады ғой сізден. Мынандай бір мақсатым бар, бүйтпеуім керек, сөйтпеуім керек. Бәрінде бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Иә, сенімділік негізі көп затты шешетін. Сіз де болдыңыз ғой ол сабақтарда, көбісі үлкен менің жасымдағы қыз келіншектер, және көбісі жаңағы өмірдің ағысына жұтылып кеткен, және өзін ұмытып кеткен, өзінің қалауын ұмытып кеткен адамдар көп негізі. Не жетіспейді десеңіз, өзіне сенімділік және өзінің арманына адалдық. Мысалы, сіздің арманыңыз бар, иә? Қазір қандай да бір четкий демесек те, бір болдыраған бір бағытыңыз бар, иә? Сіз ертең бәрібір күйеуге шығасыз. Ол деген қалыптасады, мүмкін шықпайсыз, бәрібір, шықтыңыз делік, иә? Я бізде патриархалды қоғамда солай, бала тәрбиесі сенің мойныңда қалды, иә? Уақыт жейді ғой адамда. Уақыт жеген сайын адамда өз-өзіне сенімділік азая түседі. Сіз үнемі ізденісте жүрсеңіз, үнемі өзіңіз шыңдап білім алып, осындай ортада жүрсеңіз, сіз 5 жылдан кейін басқа адам боласыз. 5 жыл тек қана үйде отырып қалсаңыз, басқа адам боласыз. Сіздің тәніңіз, қимылыңыз, көзқарасыңыз басқа болады. Сіздің бұғылып жүруіңіз, жаңағыдай, мұның бәрі басқа болады. Сондықтан не жетіспейді, бұл деген адамның өзін жоғалтпауы деймін. Бала болсын, кім болсын, күйеу болсын, әлде әке шешенің салмағы болсын, қоғам болсын, адам өзінің бағытына адал болу керек, және өзіне өте сенімді болу керек. Адам өте сенімді болу керек өзіне. Адамды кез келген заттан алып шығатын тек қана сенімділік. Өйткені жаңа мен автобиографиялар көп оқимын ғой. Менің ойымша жетістікке жететін бұл өзінің бала армандарына адал болған адамдар. Өйткені сіз Илон Маскты оқысаңыз да, оның арманы бала күнгі бұл галактика, бұл космос, бұл Марс. И ол 50-ге келді, бала арманын орындап жүр. Және ол өзіне өте сенімді. Стив Джобс тура солай. Егер оның автобиографиясын оқып шықсаңыз, Черчилль да сондай. Маргарет Тэтчер да сондай. Кез келген мықты тұлғаны алсаңыз, олар өзінің арманын, бала арманын сақтай отырып, ересекше әрекет еткендер. Бала күйіңді, бала арманыңды сақтайсың, бірақ ересек адамша әрекет етесің. Өте жинақы, өте еңбекқор, өте persistent дейді ғой, табандылықпен. Мінез. Сондықтан менің ойымша не жетпейді, бұл бірінші кезекте өз-өзіне сенімділік, мінез, амал. Адамдар амал етпейді. Адамдарда идея көп, бірақ әрекет жоқ. Мысалы, маған көп адам келеді, менде мынандай идея бар, деп мен істейсің, да, мысалы, неге сен менен оны, пожалуйста, мен сен идеяңды алып істей саламын, күшті маған, иә, мысалы, ырза болып. Бірақ мәселе ода емес қой, идея дегеннің барлығы қалқып жүр, көп идея, бірақ заман әрекет етуші, соны алу керек, істеу керек. Енді күшті болсын деп күтіп отырмайсың, қалай шықты, солай шықты, бәрібір, на тройку, окей. Мы же все отличники, любим на 5, бірақ на 3, окей.
келесі жолы на 5 будет. Бірақ қазір ойыма келді, қазір істедім. Болды. Ертең арғыны. Жауабыңызға рахмет. Осы ой тасталып кеткен сияқты, осы жерде бүгінгі подкастымыздың аты ой тастау болғандықтан, осының бәрін қорытындылап, біздің көрермендерімізге қандай ой тастар едіңіз? Бірнеше саланың басын біріктіріп жүргендіктен де өзіңіздің тәжірибеңізбен де бөлісіп кетсеңіз. Ой тастағанда әркімде өзінің ойы бар. Негізі ешкімнің ақылына мұқтаж емес. Шынымен ақ біз біреуге мынаны айтыңызшы деп сұрайсыз ғой. Сіз бәрібір орысша айтсақ, ищите подтверждение своим мыслям. Если оно не подтверждает ваши доводы и мысли, вы его отвергаете обычно. Сондықтан кез келген адамның басында ойы бар өзінің нақты. Сол ойды жерге түсіру. Міне осы менің ойым деп бірінші мойындау. Айтады ғой, алғаш болсаң да алғашпын деп айту бірінші қадам, емделу үшін бірінші қадам. Тура сол сияқты мынау менің ойым, арманым деп ашық айту. Мен өткенде вебинарда да айттым ғой, менің арманым осы деп ашық айту. Менің потенциалым осы деп қорықпай айту. Мен әлемдік нарықта жаңағыдай Warner Brothers'та жұмыс істегім келеді. Я болмаса мен KPMG-да жұмыс істегім келеді. Бәрібір бір вау, өзіңізге қазір вау болып тұрған мақсатты айту аузымен. Сосын соған амал ету. Кішкене күтіп отыру емес, қашан мен KPMG жұмысқа шақырады деген әрекет. Сондықтан бірінші кезек ой тастау, бұл дегеніміз өз ойыңызды түсініңіз, өз ойыңызды аузыңызбен айтыңыз, өз ойыңызға жету жоспарын жасаңыз және күнделікті әрекет етіңіз кішкентайдан. Көп рахмет. Бүгінгі уақытыңызды бөліп, бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Біздің де бүгінгі көрермендеріміз өздеріне зерделі ой түйді деген ойдамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Қыздарға рахмет.